барамыз. Енді қазір бірінші сабағымызды бастамай тұрып, бір сұраққа жауап беріп алайық, иә? Риддер қаламызға қонақтар келетін болса, қандай Риддердің әсем жерлеріне қонаққа апарамыз? Қай жерге айтамыз? Адон көліне, иә. Айтабы? Мұражайларға апарамыз, иә. Ботаникалық бақтарға апарамыз. Бастаймын. Ал енді балалар, қазір бірінші топқа бөлініп алайық. Топқа бөліну үшін біз пазл құрастыру арқылы топқа бөлінеміз. Мына пазлды кезек-кезек алып, міне берілген ағаштар, қызыл кітап, өсімдіктер 3 топқа қайсы пазл бар, соған барамыз. Түсінікті ғой, иә? Бастаймыз, Аделя, бастай қой. Ағаштар. Ағаштар. Отырайын. Қызыл кітап. Енді пазлдарымызды құрастырып өтсек, сендердің пазлдардан не шықты бізде? Ағаштар, иә, яғни сендердің Қызыл кітап. қызыл кітап шықты, иә, жақсы. Сендердің нелер шықты? Өсімдіктер, гүлдер шықты, иә. Жақсы. Ендеше, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы мен мақсаты қандай деп ойлайсыңдар? Өсімдіктер әлеміне саяхат. Өсімдіктер әлеміне саяхат. Сендер қалай ойлайсыңдар? Қызыл кітапқа енген өсімдіктерді жаңағы. Жақсы. Сендерде? Өсімдіктер Өсімдіктер әлемі жақсы. Жақсы, енді міне осы өсімдіктер әлемін біз бір сөзбен қалай атаймыз? Флора деп атаймыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, яғни Риддер қаласының флорасына туристік маршруттар жасау. Бүгін біз сендермен ең алдымен қазір Риддер қаласының ботаникалық бағына саяхат жасаймыз. Ең алдымен сендер қазір видеожазба қараймыз. Сол бойынша, видеожазба бойынша біз қазір сұрақтарға жауап беретін боламыз. Сондықтан да видеожазбаны мұқият тыңдаймыз. Одан кейін сұрақтарға жауап бергенде мен сендерге купондар таратып отырамын. Бұл купондарды сабақтың соңында жинаймыз. Осы купондар кімде көп болады, соның бағасы жаңағы жоғары болады. Түсінікті ғой, иә, барлықтарыңа? Менің аты жөнім Марат Қызы Назерке. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университетінің биология кафедрасының оқытушысымын. Біз Алтайдың алтын моншағы аталып бағыттар өсіріледі.